Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сынып қазақ тілі пәні 39-шы сабақ мәтіннің құрылымдық бөліктері тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, 10-ші жаттығуға қараймыз. Құмырсқа мен қарақоңыз мысалын түсініп оқы. Құмырсқа мен қарақоңыз бір сыныпта оқиды. Құмырсқа күнде 5-тік алып, қарақоңыз 2 ала беріпті. Қарақоңыз құмырсқадан: "Сенің жақсы оқуының сыры неде?" деп сұрапты. Оның сыры уақыт кестесінде. Қарақоңыз өзінің уақыт кестесін жасайды. Қалай жасаса да уақытын ойыннан арылта алмапты. Құмырсқа ойынға жетпеген уақытты сабақ дайындауға қалай жеткізіп жүр екен деп таңданыпты. Авторы Сансызбай Сарғасқаев. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыр, оларға жауап бер дейді. Балалар, мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастырып көрейік. Құмырсқа күнде қандай баға алады? Құмырсқа күнде 5-тік алады. Қарақоңыз қандай баға алады? Қарақоңыз 2 алады. Құмырсқаның жақсы оқуының сыры неде? Құмырсқа уақыт кестесін құрып, уақытын жоспарлайды. Қарақоңыз уақыт кестесін қалай жасайды? Қарақоңыз уақытының көп бөлігі ойынға арналған уақыт кестесін жасайды. Балалар, сендер де осы сияқты сұрақтар құрастырсаңдар болады. Келесі, мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта. Мәтіннің тақырыбы құмырсқа мен қарақоңыз, ал мәтіндегі негізгі ой уақытты дұрыс жоспарлау керектігі туралы екен. Келесі, мәтіннің басын, негізгі бөлігін және соңын тап, суреті берілген бөлікті көшіріп жаз дейді. Балалар, мәтіннің басы, яғни бұл құмырсқа мен қарақоңыздың бір сыныпта оқитыны, құмырсқаның күнде 5-тік, ал қарақоңыздың 2 алатындығы туралы жазылған жер бұл мәтіннің басы. Ал негізгі бөлім бұл құмырсқа мен қарақоңыздың диалогы. Екеуінің қарақоңыздың құмырсқадан "Сенің жақсы оқуының сыры неде?" деп сұрап жатқандығы бұл негізгі бөлімге кіреді. Ал соңғы бөлім бұл бізде қарақоңыздың өзінің уақыт кестесін жасауы болып табылады екен. Демек, суреті берілген бөлікті көшіріп жаз дейді. Суретте бізде қарақоңыз бен құмырсқаның бір-бірімен сөйлесіп тұрғаны берілген. Сондықтан біз қарақоңыз құмырсқадан "Сенің жақсы оқуының сыры неде?" деп сұрапты. Оның сыры уақыт кестесінде деген бөлігін дәптерімізге көркем етіп көшіріп жазып аламыз. Мәтіннің басы оқырманды оқуға даярлайды. Негізгі бөлікте автор айтқысы келген басты пікірін білдіреді. Мәтінді соңғы бөлік аяқтайды. Мәтіннің әрбір бөлігі азат жолдан бастап жазылады. Ережені есімізде сақтаймыз. 11-ші жаттығу мәтінді оқы, жоспарға сүйеніп, оның бөліктерін анықта дейді. Жоспар көңілсіз суреттер, жан біткен суреттер. Ал енді мәтінді оқиық. Меруерт табиғат көрінісін салмақшы болып, қара қарындашын алды. Салған суреттері бір түрлі көңілсіз, солғын болып шықты. Бір кезде қолына түрлі түсті қарындаштар ілікті. Аспанда қара бұлт торлады. Шатыр-шұтыр сары найзағай ойнады. Жоғарыдан көк беңбек тамшылар төпеп берді. Ал жерде ақ түсті шалшық сулар пайда болды. Балалар, бұл жерде жоспарға сүйеніп, оның бөліктерін анықтаңдар дейді. Бірінші, Меруерттің салған көңілсіз суреттері, бірінші бөлім көңілсіз суреттерге кіреді екен. Ал екінші, азат жолдан табиғаттың суретін салғандығы. Қара бұлттар, найзағай, жаңбырдың тамшылары, бұның барлығы жан біткен суреттер бөліміне кіреді екен. Ал енді тапсырма орындаймыз. Мәтінде неше бөлік бар? Олар мәтіннің қай бөліктері, қай бөлік берілмеген дейді. Балалар, мәтінде 2 бөлік берілген, мәтіннің басы және негізгі бөлігі берілген, ал мәтіннің соңғы бөлігі бізде берілмеген екен. Келесі, мәтіннің соңғы бөлігін өзің тауып айтып көр дейді. Сурет пен мәтіннің арасында байланыс бар ма? Бар болса, дәлелде дейді. Ал енді мәтіннің соңғы бөлігін өзіміз құрастырып көрейік. Меруерттің алғашқы көңілсіз суреті керемет табиғаттың әдемі көрінісіне айналды деп мәтінді аяқтасақ болады. Ал сурет пен мәтіннің арасында байланыс бар. Өйткені суретте табиғаттың суретін салып отырған қыздың суреті бейнеленген. Ал бізде мәтінде де солай. Меруерттің
табиғат көрінісінің суретін салғандығы туралы мәтін оқыдық, ал суретте де солай. Демек, сурет пен мәтіннің арасында байланыс бар екен. Келесі 12-ші жаттығуға қараймыз. Мәтін тақырыбына сай келмейтін бөлікті алып тастап, мәтінді қайта құрастыр дейді. Ал ол үшін бірінші мәтінді оқып алайық. Ермектің осындай достары бар. Ол достарын жақсы көреді. Мақпал сабақ үстінде ұялы телефонын шұқылаумен болды. Оның бұл қылығы мұғалімге ұнамады. Бүгін оған Алмас пен Нұрлан келді. Хал жағдайын сұрап, Ермекке әкелген суретті кітапшаларын ұсынды. Келесі балалардың бәрі сабақта, ал Ермек болса ауырып үйде қалды. Жалғыз өзі әбден зерікті. Балалар, мұндағы мәтін тақырыбына сай келмейтін бөлікті алып тастауымыз керек екен. Бұл жерде мәтіннің тақырыбына сай келмейтін бөлік Мақпал сабақ үстінде ұялы телефон шұқылаумен болды. Оның бұл қылығы мұғалімге ұнамады. Демек, осы екі сөйлем біздің мәтінімізге сәйкес келмейді. Ал енді қайта мәтінді құрастырып көрейік. Балалардың бәрі сабақта, ал Ермек болса ауырып үйде қалды. Жалғыз өзі әбден зерікті. Бүгін оған Алмас пен Нұрлан келді. Хал жағдайын сұрап, Ермекке әкелген суретті кітапшаларын ұсынды. Ермектің осындай достары бар, ол достарын жақсы көреді. Бұл үшінші бөлім. Демек, осылай бірінші, екінші, үшінші бөлік. Осылай мәтінді құрастырсақ болады. Ал енді құрастырған мәтініне ат қой, мәтіннің ең соңғы бөлігін дәптеріңе көшіріп жаз дейді. Балалар, біз мәтінге Ермек пен оның достары деп ат қойсақ болады. Ал соңғы бөлігі бізде үшінші бөлік, яғни Ермектің осындай достары бар, ол достарын жақсы көреді. Дәптерімізге көркем қатесіз жазып аламыз. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.